Көктемгі науқан қаламыз бен елді мекендерді су басуда. Ал бұл уақытта энергосистема мекемесінің бөлімшелері күшейтілген режимде жұмыстарды атқарып жатыр. Ал жабдықтарды жөндеу қызметінің мамандары трансформаторлық қосалқы станцияларды су баспас үшін қажетті шараларды қабылдауда. Қазір көктемде міне қаланың ішінде бәрі су басып, соған үшін бізде усиленный режимінде. Біздің подстанциялар не суға кетпесін деп, халыққа свет сөніп қалмасын, подстанциялар су кетіп қалмасын деп, соның бәрінде обваловка істеп, құм сеуіп, біз қарамаймыз уақытты не деп, осындай жағдай болғасын, біз ішіне қарамай жұмыс істеп жатырмыз. Халықта свет сөнбесін деп, біздің оборудование жанып кетпесін деп. Басқа бригадалар қаланың ішінде біз міне 101 А деген гымызда жүрміз. Тағы бір бригада жүр. 41-де жүр, 12 микрорайонда жүр, Нұр-Ситиде жүр бригадалар. Соның бәрін устранить етіп жатырмыз жұмыстарын.